Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді панкейкилар дайындаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жұмыртқаларды ағын сарысынан ажыратып аламыз. Сонан соң ақуызға шым-шым тұз салып, әппақ масса пайда болғанша миксерлейміз. Енді сарыуызға қант қосып, тағы да миксерлейміз. Массаны миксерлеп алғаннан соң, сүт, сұйық май және де електен өткізілген ұнды қосып, тағы да миксерлейміз. Тестаны араластырып алдық. Келесі кезекте оған ақуызымызды қосып, кондитерлік күрекшенің жәрдемімен төменнен жоғары қарай бағыттай отырып, жаймен араластырамыз. Мінекей теста толық дайын болды. Енді оны баяу отта тұрған табаға қасықтың жәрдемімен орналастырамыз. Және де панкейкилардың арасына шоколад қостым. Сіздер қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Достар, өте дәмді панкейкилар дайын болды. Енді оны жақындарыңызға дәм ауыстыруге тарту етсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріп, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.